Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін блинчики жасаймыз. Кеттік. Бірінші 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстіне кішкентай қасықтан 4 қасық шекер саламыз. Және әр ингредиентімізді салған сайын осылай араластырып тұрамыз венчикпен. Бұл миксерді қажет етпейді. Сосын 1 стакан сүт құямыз. 1 стакан ұн және араластырамыз. Соңында 1 стакан кипяток қосамыз. Яғни қайнаған су және араластырамыз. Біркелкі қылып және тапамызды алып, осылайынан бір ожаудан қойып пісіріп аламыз. Өте оңай, қарасаңыздар. Миксерді де, таразыны да қажет етпейді. Істеп көріңіздер, бірден шығады. Бір істегеннен лайк басып, подписаться батырмасын басып қойыңыздар. Және комментарийға ендігіде қандай рецепт түсірейік жазып кетіңіздер. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Астарыңыз дәмді болсын.